Балалар сендермен мен тәжірибе жасағым келіп отыр. Тәжірибе жасаған жалпы сендерге ұнайды ма балалар? Тәжірибе жасамас бұрын балалар мен сендерге жұмбақ жасағым келіп отыр. Өзі ашы, дәмді етер асты. Ол не екен балалар? Бәрекелді. Балалар, енді біз тәжірибе жасамас бұрын қауіпсіздік ережелерін айтып өтейін, иә? Балалар, қазір қолымызға тұзды алған жағдайда қолымызбен тұзды ұстамаймыз. Ұстаған жағдайда мұрнымызбен көзімізге апармаймыз. Жарай ма? Ал енді қолдарыңа тұзды, стақандағы тұзды ала қойыңдар. Иіскеп көрейікші кәні балалар. Иісі бар ма екен балалар? Жоқ. Тұздың иісі жоқ. Яғни біз қазірді алдымызға тарелкамызға тұзды салып, көрейікші қазір. Қысқышпен ұстап. Сала ғой, сала ғой. Кішкене сала ғой. Қысқышпен ұстап қоя ғой. Болды. Соны алдағына қойып, қысқышпен ұстап көреміз енді, балалар, е? Балалар, ал тұз неге ұқсайды екен? Шекерге, қарға. Алин, айта ғой. Тұзға, ұнға. Бәрі екен, тамаша, ұнға да келеді екен, е, балалар, е? Бәрі екен, тамаша. Енді балалар біз тұзды анықтап білдік, е? Оның неге де ұқсайтынын. Оны да білдік, е? Енді келесі тәжірибеміз, балалар, біздің алдымыздағы 2 стакан суда қолымыздағы картопты салып, яғни судың да несін көрейік, картоптың да. Ал, сала қой, Әзел. Мына суда балалар не болды? Батып кетті. Картошкамыз батып кетті, е? Судың тығыздығы несінде екен? Судың түбінде екен, е? Балалар, ал келесі суымызға Айғаным қызымыз тоқтайды. Айғанымыз қызымыз не істейді? Тұзды араластырады. Ал, араластыра қойды. Тұзды алып. Сала қой. Қозғаймыз қазір. Қатты қозғай қой. Айғаным тұрып орнын қозғай жүрші. Түбін қозғай жібере қой. Ой, бәрекелді, тамаша. Асыр қозғаса. Енді Алинор картошканы салып, келесінен саламыз, жай саламыз,